Лана, сен қайдасың? Біз тығылыспақ емес, қуаласпақ ойнап жүр едік қой. Неге тығыласың, Лана? Бу. Қорқып кеттің ба? Әрине, неге тығылып қаласың? Жай не істейді екен деп. Төй сенде, жүр үйге қайтамыз. Жарайды. Баршаға қайырлы таң. Ой, Лана, тұрдың ба? Сен әлі осы киімді киіп жүрсің ғой, бір жыл болды, ауыстырсаңшы енді. Маған ұнайды бұл киім. Оның үстіне бір жыл алдыңғы болған жағдайдан кейін қалған жалғыз естелік емес пе? Қойшы, таң азанмен еске алмайықшы. Ал, тамағымызды жейік. Қайырлы таң барлығына. Мен тамақ жемеймін, сабаққа кеттім. Лара, сен мені күтпейсің ба? Жоқ, менде бүгін қосымша бар, ерте баруым керек. Қызық, неге күтпеді? Лана, сен сабақтан кейін психологқа кіруді ұмытпа. Жарайма, есіңнен шығып кетпесін. Баруына барып жүрмін ғой, бірақ мен неге әлі барып жүрмін? Бір жыл өтті, мен есімді жидым ғой. Негізі өзің үшін керек, сабағыңа бара бер енді. Ой, жарайды. Қызықтар тек қана ертегілерде болады деп айтып жатады, бірақ олардың барлығы өтірік, себебі шын өмірде де кездесіп жатады. Оған арнап зерттеу енгізген. Сол зерттеудің нәтижесінде бізде кейін келе сүйектер табылған, алайда оларды біз ғылыми тілде құбыжықтар деп атамаймыз. Құбыжықтар емес, яғни оларды динозаврлар деп атап жатады. Так, сонымен мен енді барлығын айтып болдым. Енді мен сендерге тапсырмасы ретінде проект бергім келіп отыр. Жұп-жұп болып жасайсыңдар, қазір мен өзім сендерге тізім айтатын боламын. Мэдисон мен Джуди жасайды, және Джейк пен Ронни жасайды, және Лана мен Кейт жасайды. Сонымен сендерде басқа сұрақ жоқ па? Сұрақ болса қазір қойып алыңдар. Тапсырмада бір өздерің құбыжықты аласыңдар да сол бойынша проект жасайсыңдар. Сурет, мәтін міндетті түрде болуы керек. Шикі жасамаймыз, жарай ма? Тапсырма түсінікті деп ойлаймын енді. Мен парытсыз қалдым ғой, апай. Сұрақтар жоқ болса, сабақ бітті. Мен жарайды онда бір өзім жасаймын. Лана, сәлем, екеуміз бірге проект жасайды екенбіз. Я, бірге жасаймыз, бірақ менің сіңлім менімен бірге жасаса қалай қарайсың? Жарайды. Рахмет. Сәлем, Лана. Кейт, біз сен ұзақ күтіп қалдық. Айтпақшы, сен Лараның бізбен болғанына қарсы емессің ба? Жоқ. Онда мен қуаныштымын. Онда біз Лара екеуміз жобаның не туралы екенін шешіп қойдық. Сонымен сендер кім туралы шешкен едіңдер? Біз Ларамен бірге ойланып, жезтырнақ туралы жазсақ деп ойладық. Иә, жезтырнақ естігенмін. Олай болса ақпараттарды іздеп бастаймыз, е? Сен суреттерді шығарып кел, ал Лара мәтінді жазып келетін болады. Айтпақшы, анау жаңағы Кейт сәл бір түрлі сияқты. Неге? Менімен сөйлеспейді, как будто мен жоқ сияқты жүреді. Тіпті мені бар деп елемейді. Мүмкін ол сөйлесуден қысылатын шығар. Қайдағы ол деген сөйлесуге қысылатын адамға мүлдем ұқсамайды. Білмеймін онда неге өйтетінін. Айтпақшы, психологқа кешігіп жатырмын. Жақсы сонда. Сонымен сен есіңе әлі ештеңе түспей жатыр ма? Бір жыл өтіп кетті ғой, түсуі керек еді. Аздап есіме түсіп жатқаны бар, иә. Так, олай болса сен көзіңді жұмып жата ғой. Процесті бастаймыз. Енді сол дәл бүкіл оқиға болған күнді есіңе түсіріп көр. Бірінші бөлімнің соңы. Достар, соңына дейін көрген болсаңдар, комментарий қалдырыңдар. Келесі бөлім шыққанша қолдап кетейік. Сендердің қолдауларыңыз өте маңызды.